Бұл фильмім өзім көптен шығармашылығына тәнті болып, көз қырымда ұстаған суретші, педагог Тоққожа Қожағұл ашқан тобаизм штрихтары туралы болмақ. Халила, өзің білесің ғой, мен мынау қасиетті, мынау ескизін жасап жатқан хан тәңірінің етегінде дүниеге келгем. Осының етегінде дүниежүзіне белгілі азаматтар туған. Ал соның бірегейі поэзияның хан тәңірі Мұқағали Мақатаев. Мұқағали тірі кезінде осындай құрметті сол кезде неге жасамадыңдар? Ол басқа да көп дүниелер жасар еді ғой. Бүгінгі жасап жатқан дүниенің оған қай жетпеді. О Мұқа, бүгін мен саған келіп тұрмын. Бұл өмірде екеміз бір-бірімізді көрмесек те, сенің поэзияң арқылы мен өміріме қуаныш, жүрегіме жылу таптым. Сүйгісі келе берер сүйгенерін, сүй жаным, сүйкімді бір күйгенемін. Жүрегіміз жақындан бірге соқсын, ағытшы пешпетіңнің түймелерін. Сүй жаным, сүйе берген кім біледі. Бір күні еске аларсың түнде мені, жарқ етіп өте шыққан найзағайдай, жастықтың талықсыған бір күн еді. Природа наделила Тоққожу Қожағұлова необыкновенно острой наблюдательностью, зорким взглядом, эстетическим вкусом, природным талантом. Насколько важна роль такого преподавателя в учебном процессе? Выполняется задача преемственности поколений. Ведь педагог, мыслящий и мастерски владеющий кистью, настоящий подарок для пытливых студентов. Перед нами безгранично талантливая личность, творящая культурное наследие для потомков. Ведь недаром популярно всем известное изречение: творческая личность – достояние всего общества. В стремительно бегущей речке Тоққожа поймал красное яблоко. Оно представляет собой символические характеристики, ведущие его по жизни. Это целостность и единство, мудрость и знание. Безусловно, красное яблоко – это божественный дар, предназначенный ему свыше. Ол менің қызыл алмам.